Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, оқушылар. Бүгінгі күні біздің мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті әдістемелік бірлестігінің 10 күндігі басталғалы отыр. Биылғы жылғы қазақ тілі мен әдебиеті әдістемелік бірлестігінің 10 күндігі Аспандаудың ақиық ақыны Хан Тәңірінің мұзбалағы Мұқағали Мақатаев әкеміздің 90 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Ақын әкеміз өз айтып өткендей, жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы деп айтқандай, әкеміз туралы, ақын ағамыз туралы қаншама естеліктер жазылып жатыр. Сол естеліктердің бірер шумағын, бірер бөлімін осы біздің қазақ тілі мен әдебиет әдістемелік бірлестігінің 10 күндігінде көре аласыздар. Оқушыларды эстетикалық адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелеудің аса маңызды құралы ол театр. Театр өнер атаулының ішіндегі ең күрделі өнердің бірі. Шәкірттерімізге елім деп еңіреп өткен тау тұлғаларымыздың қилы тағдырларынан сыр шерту, ақын жазушыларымыздың шығармаларынан тәлім-тәрбиеге бастау алатын драмалық қойылымдар көрсету, үлгі тұтар істерін насихаттау біздің басты мақсатымыз. Театр әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер сыйлайды. Оның көркемдік талғамын, еліктеуі мен қиялын дамытады. Сондықтан өскелең ұрпақтың арасында өнердің осы түрін дамыту өте маңызды. Осы орайда мектебімізде өткелі жатқан қазақ тілі мен әдебиеті пәні 10 күндігі аясында Мұқағали Мақатаевтың болашаққа арыз жазып кетейін атты 3 перделі қойылым ұйымдастырылмақ. Келіңіздер, көріңіздер. Абай Құнанбайұлының әлемдік санадан өз орнын алуы әдебиетпен шектелмейді. Абай күллі дүниелік болмысқа, адами, ұлттық, тарихи болмыстарға бойлайтын кәусар дария. Абай әлемі жетітінде адастырмас темірқазық іспетті. Үстіміздегі жылы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай арнап 10 күндік өткен болатын. Осы 10 күндіктің жемісті нәтижесі ретінде биылғы оқу жылындағы 10 күндікте Абай мұрасын насихаттау, Абай шығармаларын тереңдетіп оқыту мақсатында абайтану кабинетінің ашылу салтанаты өтеді. Ендеше Абай өнегесін ұрпаққа үйретуде абайтану курсын беру, Абай кабинетін ашу мектеп оқушылары үшін үлкен тағылым. Білімнің нәтижелі болуына оң қадам. Абайтану кабинетінің ашудағы негізгі мақсат мектеп бағдарламасында оқытылатын курстың оқытылуы мен оқылуын жетілдіру, оқушылардың әлеуетін арттыру, мұғалімдердің шығармашылық қырын жетілдіруге бағытталған. Кабинетіміздің мұғалім мен оқушылардың жұмыс орны соңғы үлгіде жасақталған, береке мен бірліктің арқасында нәтижелі еңбек көрсетіп отырған әдебиетші мұғалімдер және осы үлкен бастаманы қолдау білдірген мектеп директоры Шолпан Шамрунқызына ізгі ниетімді білдіргім келеді. Олай болса, ісіміз оң болғай. Абай өзінің 31-ші қары сөзінде былай деген екен: естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтара ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік. Я бір қайғыға салынып, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздырады деген екен. Абайдың қара сөздерінің құдіреті жасталғамайды. Жалпыға бірдей бағытталған бала да, жасөспірім де, ересек адам да, қария да Абайдан үйренеді. Өзі айтқандай ғибратлану керек, көңілге тұшынып, ынтамен ұғу керек. Ұлы ғалым, тілші, Алаш партиясының көсемі Ахмет Байтұрсынов
абай сөздерінің дүниеде қалғаны қазаққа зор байлық деген екен. Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Алғаш педагог, ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл. 20 жасында ұлтын оятып ұран салған Міржақып Дулатовтың туғанына 135 жыл. Осыған орай мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті пән апталығында алыптар керуені атты әдеби композициялық кешімізді ұйымдастырғалы отырмыз. Кештің мақсаты оқушыларымызға алып тұлғалы ақындарымыздың шығармаларын танытып, әндерін нақышына келтіріп орындау. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 10 күндігіндегі сабақтарда тиімді әдіс тәсілде көрініс табады. Жалпы жаңа технологияларды қолдану мұғалімнің зияткерлік талабын айқындап шыңдай түседі. 10 күн бойы бізбен бірге болыңыздар.